Саламатсыздар, мен Сатта Ербаев артындағы нөмір 7 мектеп-интернатының 7 сынып оқушысы Арыстанбек Нәзігімін. Мен бүгінгі сіздерге таныстырып отырған жұмысым квиллинг тәсілі арқылы жасалынған айдаһардың баласы. Квиллинг 14 ғасырдың аяғы 15 ғасырдың басында пайда болған. Квиллинг өнері бізге жақсы ойлануға, шығармашылықты дамытуға септігін тигізе алады. Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып жұмысымызды бастайық. Бізге қажетті заттар, қағаздар және желім, пинцет, сосын білік және қайшы қажет болады. Бұл жұмысты бастау үшін бізге тығыз спираль қажет болады. Біз оны қағаздармен және білік арқылы жасаймыз. Қағазды алып білікке ораймыз да, өзіміздің қажет болған форма пайда болғанша босатып аламыз да, форма дайын болғанда қағаздың ұшын желімдеп, өзіміздің формамызды дайындап аламыз. Және мына фонда тұрған суретке өзіміздің дайын болған формаларымызды орналастырып, жақсылап бекітеміз. Солайша біздің жұмысымыз дайын болады. Назарларыңызға рахмет.